Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ұсынатын тағамым оладьи, бәліш, құймақ деп те атай береді. Қонақтардың назарын аударған бұл десерт. Сіздерге шынымды айтатын болсам, бүгін каналда рецепт шығатын күн иә. Сондықтан тез оладьи пісіре салдым. Үйге аяқ асты қонақтар келіп қалып, осы десерттің дәмін татып кеткен болатын. Құймағын күшті шыққан екен, өте дәмді шықты деген комментариялар естіген болатынмын. Балалар да сүйіп, бір емес 2-3 данадан жеп қойды. Сондықтан қорықпай, сенімді түрде осы рецептпен пісірулеріңізге кеңес беремін. Егер менің каналымдағы рецептерді ең алғаш рет болып көргіңіз келсе, онда каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Құрамына керекті заттарды описанияға жазып қоятын боламын. Ендеше бастаймыз. Жұмыртқа, қант, айран, ұн, сода керек, ас содасы керек. Айранымыз міндетті түрде жылы болу керек. Айранның орнына сүт қосаңыз болады, бірақ ұнымыз 10 граммдай артық қосуыңыз мүмкін. Жұмыртқа мен қантты араластырамыз. Қантты өзіңіздің дәмді болғанын қаласаңыз егер, онда көбірек қосыңыз. Бірақ оладьидің дәмі тәтті болғаны жақсы. Қантты салып араластырамыз, шанышқымен де араластыруға болады. Айранды құямыз. Айранымыз жылы болу керек міндетті түрде. Водяной баняға жылытып алсаңыз болады. Айран қосып әзірлеген оладьи өте дәмді болады және үлпілдек болып шығады. Ұнды негізгі рецептте 250-240 граммдай қосу керекпіз. Менде 230-240 граммдай қосылды. Тестіміз осындай созылмалы, ашымалдар болады ғой, сондай қалыпқа жеткенде ғана ұнды салуды доғарамыз. Кейін содамызды саламыз. Сода салғаннан кейін көп уақытқа қойып қоямыз, себебі сода мен айранның бірігіп процесс жүру керек. Біздің тестіміз видеодағыдай болу керек. Кем дегенде 15-20 минуттай қою керексіз. Сонда біздің осы оладьиларымыз жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Видеоны қысқартып салдым, себебі барлығын араластырған барлығы көп уақыт алады. Бірақ тестіні 5 минуттың ішінде дайындадым, шыны керек. Табамызды қыздырғаннан кейін майымызды құямыз. Күнбағыс майы сияқты майларға пісіре берсеңіз жақсы. Бетіне тесіктер пайда болған кезде екінші жағына аударамыз. Екі жағы да қызарып піседі. Маған осы оладьилар қатты ұнады. Екі жағы да қызарып пісіп, қалың болып піссе де арасы шикі болып шыққан жоқ. Маған қиын болып соққаны тек аудару қиын болды. Кейін табаққа пісірген жақсы сияқты. Жұқа болған қаласаңыз қасықпен жайып жұқалап жіберсеңіз болады. Аяқ асты қонақ келген кезде осыны пісіріп берсеңіз, қонақтардың аузынан кетпейтін болады. Және достар, осылай бір-бірінің үстіне аударған кезде түсіп кетіп жатады ғой. Оладьи бір-біріне жабысып, ондай жоқ. Жабысып қалды ма, екіге айырылғанда тез айырылады. Мен соған қуандым. Мысалы, көбінде енді панкейк бірдемелер пісіреміз ғой, сол кезде бір-біріне жабысып қалады ғой. Ал бұл рецептін пісірсеңіз ешқандай да жабыспайды, өзі екіге бөлінеді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпағайсыздар, және лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мен сіздерден барынша қолдау күтемін. Достар, біздің осындай әдемі, пышный, үлпілдек болып піскен оладьиларымыз дайын болды. Бұл десерт тек қана маған емес, барлық үйдегі адамдарға да, көрші қонақтарға да қатты ұнаған болатын. Сондықтан қазір қолыңыз бос болса, айран мен жұмыртқаны жарып, тез пісіріп кетіңіздер. Өте дәмді шығады. Арасын қарап тұрсаңыздар, ешқандай да шикілік жоқ. Достар, сау саламатта болыңыздар. Менің рецептіммен пісіріп жатсаңыздар, белгілеуді ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшамда сіздерден қолдау күтемін. Егер Инстаграм парақшаларыңыз болса, онда сол парақшадан тіркеліп қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.